Бәйдібек ауданындағы Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебі білім сапасы жоғары ілкімді істермен көзге түсіп жүрген оқу ұяларының бірі. Біз бүгін осы білім ордасының тыныс тіршілігімен жақын танысып, мектеп ұжымының жұмыс барысын көріп қайтқан болатынбыз. Бір 1939 жылы негізі қаланған бұл мектеп бүгінде ауданның білім беру саласындағы көшбасшы оқу орындарының біріне айналған. Қазіргі таңда мұнда 510 оқушы білім алады. Олармен 75 тәжірибелі білікті пән мұғалім жұмыс жасайды. Ұстаздар құрамында шебер мұғалімдер мен өз ісінің нағыз мамандары жетерлік. Жалпы мектеп былтырғы оқу жылын жаман аяқтаған жоқпыз. Биылғы оқу жылында басталғалы бері 190 бітірдік. 90 аяқталғалы мектептің үлгерім білім сапасы 54,5% бітірдік. Мектеп бойынша қазіргі барлық мұғалімдер жаңа бағдарлама бойынша өз білім жетілдіріп жатыр. Былтырғы оқу жылында 2 алтын медаль бітірді, белгі берді. Екеуі де жақсы өз делін ақтап шықты. Екеуі де жоғары оқу орнынан мемлекеттік грант иегерін ұтып алды. Ұлттық бірыңғай тестте былтырғы оқу жылындағы ең жоғарғы балл жинаған осы біздің мектеп болды. 136 балл жинады, өз білімменен өте жақсы нәтиже көрсетті. Енді оған аудан әкімшілігі, аудан білім бөлімі үлкен құрмет көрсетіп, оқушының ата-анасын марапаттады. Енді оның бәрі ұстаздардың арқасы. Мектептің 90-дық үлгерім көрсеткіші жоғары деңгейде. Былтырғы оқу жылында 2 оқушы алтын белгі иегері атанып білім биігінде топ жарған. Сонымен қатар аудан бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 136 балл жинаған оқушы да тап осы мектептің түлектерінің бірі. Мектеп директоры, тәжірибелі педагог Қалыбек Спабеков Абиханұлы бұл жетістіктерді ұстаздардың еңбегінің нәтижесі деп атап өтті. Жалпы енді мектептің 9 бірлік жұмыс істейді, бірлестік бойынша өздерінің жұмыс жоспарлары бар. Жұмыс жоспарлары апталықтарын өтеді. Дарынды оқушылармен жұмыс істейді. Жалпы мектептің барлық саласы бойынша өзі аудандық білім бөлімі 11 сала бойынша рейтинг жасап қойған. Біз 23 жылы осы аудан бойынша 50 мектеп ішінде үздік мектеп жеңіп алдық. Енді 11 сала бойынша оның ішінде барлық сала бар. Білім саласы бар. Одан кейін спорт бар. Енді бүкіл сала бар. Соның ішінде біз спортсында да жақсы балдар. Біздің ауылда осы Бәйдібек ауданында жалғыз цирк бар. Ол циркка жұмыс істейді. Осы негізгі осы цирктің негізін қалаған. Қазір облыста Шымкент қаласында цирктің негізін айтуға біздің ауылдың балдар жұмыс істеп жатыр. Оны Жандарбек Шекербек деген осы елдің азаматы ашқан ең алғаш. Сол кісінің шәкірттері қазір, әлі де бар шәкірттері қазір оқып жатқан. Мектептің 90-дық үлгерім көрсеткіші жоғары деңгейде. Былтырғы оқу жылында 2 оқушы алтын белгі иегері атанып, білім биігінде топ жарған. Сонымен қатар аудан бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 136 балл жинаған оқушы да тап осы мектептің түлектерінің бірі. Мектеп директоры, тәжірибелі педагог Қалыбек Спабеков Абиханұлы бұл жетістіктерді ұстаздардың еңбегінің нәтижесі деп атап өтті. Мектеп директоры, тәжірибелі педагог Қалыбек Спабеков Абиханұлы бұл жетістіктерді ұстаздардың еңбегінің нәтижесі деп атап өтті. Марат Құлбек деген ағамыз бар. Ол кісі осы техникумдарының академигі болды. Осы барлық саладан осы бұл мектептің фундаментін мен құрдым деп мақтанбаймын. Өйткені бұл іргеліден кеткен нәрсе. Өте фундамент жақсы құрылған. Білім саласында жақсы жүйеге қойылған. 29 жылдан бері енді Кеңес одағының батыры шыққан бұл ауылдан. Биылғы 25 жылы 9 мамыр күні ол кісінің үлкен шара өткізді аудан көлемінде жеңістің жылдығына. Аудан көлемінде 50 мектептің ішінде 2022 жылы үздік мектеп атағын жеңіп алуы оқу орындарының сапалы білім беру деңгейінің айқын дәлелі болса керек. Тарихы терең шаңырақта бүгінге дейін 5 бірдей академиктің шыққаны да мектептің білім беру дәстүрінің зор екендігін көрсетеді. Іргесі берік білім ошағы аудандық деңгейде ғана емес, облыстық, республикалық деңгейде де жақсы нәтижелер көрсетіп келеді. Оқу кабинеттері, пәндік сыныптар, мұражай мен Жәділ Қожа Мұратұлы атындағы шахмат бөлмесі оқушылардың дамуына толық мүмкіндік береді. Бұл біздің несі?
Биыл Ғани Мұратбаев атындағы мектептің 90 жылдық тарихы аталып өтілді. 90 жылдық мерейтой мектептің өткені мен бүгініне көз жүгіртіп, оның қалыптасу жолындағы ұстаздардың ерен еңбегінің айшықтайтын кезең. Білім мен тәрбие қатар өрілген бұл мектеп әлі де талай түлекті тәрбиелеп шығаратыны сөзсіз. Оқушыларымыз жылда енді облыста орын алып республикаға барып жатыр. Екі оқушымыз волейболдан осы облыс құрамында ойнап жатыр қазір. Спорттан да жақсы енді. Спорттан жаңа айттым ғой, ол аудандағы қазір іргелі бірінші, екінші орын алып жатқан спортшылар санында. Өз спорттарында қазір 9 видтен жаңа 9 ғана шахмат, теннис, бәр түрінен жарыс бар, ол түрінен де жалпы мектептің жетістігі жаман емес. 2024-2025 оқу жылында мектепте күрделі жөндеу жүргізіледі деп жоспарланған болатын. Алайда жобаның қаржысы 2025 жылға қарастырылуына байланысты жөндеу жұмыстары алдағы жылы жүзеге аспақ. Бұл қуанышты жаңалықты ауыл тұрғындары жылы қабылдап үлкен үмітпен күтуде. Биылғы 24-25 оқу жылында текшеру үмітпен 49 миллион жоспарланып қойған, оның бәрі жоспар өткен, бекітілген облыс әкіміне бәрін білім басқармасынан. Бірақ келесі жылға ақшасы келесі жылға сыдырылып қойылды. Келесі жылға мектептің сырты қапталу, 424 квадрат метр алдына бұршақ төселінеді, 1200 квадрат метр асфальт төселінеді деп жоспарланып қойылған. Шақпақ ауылының дәл ортасында орналасқан бұл қара шаңырақ талай ұрпақты біліммен сусындатқан. Тарихы ғасырға жуықтаған, тамыры терең білім мекені. Мектеп ішіндегі әрбір бұрыш, әрбір мадақтамамен тарихтан және білім ордасында жүйелі жұмыс жүргізіліп келе жатқандығын, ұжымның жетістігінің зор екендігін аңғартады. Ұлдархан Олиханқызы, Ерболат Керей, Сақ ақпараты.